Сәлем қыздар! Бүгінгі видеода біз сіздермен осындай өте керемет дәмді болып шығатын молочная девочка тортын дайындаймыз. Ол үшін біз ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып аламыз және де соны жақсылап араластырып аламыз. Оны осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін біз бұның үстінен ерітілген май қосамыз. Май міндетті түрде жұмсақ ерітілген болу қажет. Және соны жақсылап араластырамыз. Барлық рецепті мен описаниеге қалдырып кетемін. Ал енді үстінен сгущенканы қосамыз, немесе қойылатылған сүтімізді қосамыз және тағы да жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ал енді достар, ұнымызға қамыр қопсытқыш қосамыз және де соны жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін осыны бағанағы тестомызға салып ұнымызды, содан кейін барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Ал енді достар, біз пергамент қағазымызға 2-2,5 ас қасықтан салып, соны жақсылап жағып, 180 градус қызып тұрған пеште 15 минут пісіреміз. Пешіңізге қарай уақытын өзіңіз қадағалаңыз. Ал енді достар, біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін біз сливкиді ыдысымызға құйып аламыз да, соны жақсылап миксерлейміз. Одан кейін үстіне қант қосамыз, немесе қант ұнтағын қосып отырып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Ал енді мен бұның үстінен творог қосамын, яғни ірімшік. Бірақ егер сіздер қаласаңыздар, негізі творожный сыр қоссаңыздар болады. Бірақ мен творог қосамын, себебі маған творогпен көбірек ұнайды. Ал енді достар, корждарымызды пісірген кезде менде барлығы 7 штук корждар шықты. Және олар осындай болып піседі. Ал енді біз тортымызды жинаймыз. Ол үшін осылай ең алдымен астына кішкене крем жағып аламыз да. Мен кальцода жинаймын, сол кезде тортымыз түзу болып шығады. Барлық корждардың әрқайсына осылай жеке-жеке 2-3 ас қасықтан крем жағамын да, соны барлығын осылай жинап шығамын. Ал енді достар, дайын болған осы тортымызды біз мұздатқышқа 1 күнге қойып қоямыз. Ал енді біз сыртын қаптайтын крем дайындаймыз. Ол үшін мен сливочный сыр қолданамын және оған қант ұнтағын қосып, осылай жақсылап миксерлеймін. Ал енді үстінен сливки қосамын және де барлығын бірге жақсылап миксерлеймін. Ал енді достар, тортымызды біз сыртын қаптайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз сыртына кішкене крем жағып аламыз, яғни оны черновой слой деп атайды. Ол жаңағы торттағы барлық қалып қойған ұнтақтарын кейін барлық кремімізде біздің ұнтақтар болмас үшін осылай черновой слоймен ең бірінші қаптап аламыз. Одан кейін холодильникке 1 сағатқа немесе 40 минутқа қойып қоямыз. Ал енді сыртын мен осылай екінші рет толық крем осылай жағып шығамыз. Крем барлығын жағып, сыртын барлығын жақсылап тегістеп аламыз. Одан кейін мұздатқышқа тағы да 1-2 сағатқа салып қоямыз.
Ал енді мен оның сыртын осындай кондуринмен әсемдеймін. Жан-жағына кондуринді осылай жақсылап жағып шығамын. Сонымен достар, мен осы кондуринді жағып болғаннан кейін сыртты осылай әсемделген шоколадный шариктермен оны безендірдім, тортты, және тағы да сыртына шоколадтар қойып осылай безендірдім. Сонымен достар, сіздерге торттың рецептісі және де менің дайындаған тортым ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және менің инстаграм аккаунтыма тіркеліңіздер.